Армысыз қазақ елі. Бүгін біздің арнада құрметті қонақ, Семейден келген, қазір Алматының тұрғыны Рахат Алтай. Жеке, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум, ассаламу ағайын, құрметті қазақ елі. Мына соңғы кезде сіз әлеуметтік желіде небір естелікті айтып жүрсіз, небір оқиғаларды айтып, кезіндегі өзіңіз куәгер болғансыз. Қалай? Әлеуметтік желі сізге ұнап қалды ма? Ұнап қалды. Жұлдыз болып кеткеніңіз. Ұнап қалды, себебі енді бүгінгі таңда жалпы халықтың экономикалық, саяси сауаты төмен екенін көріп отырмыз. Қоғамдағы ең үлкен күн тәртібіндегі мәселе сол. Сондықтан да кезінде Алаштың арыстары Әлихан, Ахмет, Міржақып аталарымыз атпен жүріп қазақ елін аралап, осы Алаш үкіметін, қазақ мемлекетін құрайық деп қызмет атқарған. Енді қазір Аллаға шүкір, телефон бар, әлеуметтік желі бар. Сол арқылы әр адамға жетіп, өзіңнің ойыңды айтып, халықтың саяси сауатын ашуға көмегім тисе деген ой ғой. Бұл енді сол Алаш арыстарының ағартушылық қызметін жалғастыру деп түсінемін. Дұрыс айтасыз. Бізде менің өзі жұмысым, ағарту жұмыс, негізгі қоғамға саясат болсын, экономик болсын, әлеуметтік мәселелер болсын, сол жайында ағарту жұмыс жасап, неше түрлі көзқарастарды жеткізіп, тек қана ресми көзқарас емес, ол қоғамшылыққа неше түрлі эксперттер бар, сарапшылар бар, олардың пікірін жеткізу ол менің мақсатым. Сөйтіп, біз белсенді қоғам болсақ, азаматтық қоғам болсақ, сонда ғана біздің мемлекетіміз мықты мемлекет болады. Менің ойым сол. Әрине, Асхат бауырым, мен сенің қоғамдық жұмыстармен араластың, қоғамдық кеңесте, саяси партияда болдың, халық үшін жүрсің. Мысалы, блогерлердің 70% халыққа қажет емес әңгімелерді айтып, немесе халыққа күлкілі болатын, немесе тіпті халықтың азып тозуына апаратын ақпаратты таратады да, сол арқылы жаңағы көрермен жинайды. Мен соны теріс деп түсінемін. Жалпы ұлтқа қызмет жасағысы келген адам, ұлттың тағдырын ойлайтын адам, ұлтқа қажет ақпаратпен айналысқан дұрыс. Солардың бірі, шынында да өзінің хабарын көріп жүрмін, осы ағартушылық жұмыспен Алаштың арыстарының қызметін өзіңде жақсы жалғастырып жүрсің. Президент жақында айтты ғой, бірақ айтқанда оның сөзіне қалай қарайсыз? Дежурные критики деп, оның алдында диванные критики деп айтқан. Енді диванда отырып, сынап отыратын адамдар деп. Оған қандай? Өйткені ол сөзіне қоғамда неше түрлі пікірлер болды. Оны қолдайтын да пікірлер, қарсы шығатын да пікірлер болды. Сіздің ойыңыз қандай? Әрине, мен ойлаймын, президент бұл сөзді дұрыс айтып отыр уақытында. Себебі кез келген адам өзінің адам болып жаралғанын өзі мойындау керек, біреуге мойындату үшін. Өзінің адамын деген адам таңертең тұрғанда, мен бүгін жеке өз басым үшін қандай қызмет атқарам, отбасым үшін қандай қызмет атқарам, отаным үшін қандай қызмет атқарам деп тұру керек. Егер де кез келген адам өзі мен отбасын ғана ойласа, аулада сиыр бұзауын емізіп тұр. Ол да баласын асырап тұр. Сенің сол сиырдан қай жерің артық? Сол жаңағы президентті сынап жатқан адамдар осы қоғам дамуына қандай қызмет атқарды? Адам өзіне есеп бермей, біреуге сын айтқан дұрыс емес. Менің ойымша, сен президент бол, әкім бол, министр бол, немесе көше сыпырып жүр, немесе пол жуып жүр. Бірақ сен адамсың ғой. Адам болып жаралғаннан кейін менің ұлтыма, отаныма не істеп жүрмін деген ой тұру керек. Қазір өкінішті сол, біздің Қазақстанның халқының 90%-ында ондай ой жоқ. Соның салдарынан біз осындай өмір сүріп жатырмыз. Мысалы, кеше ғана президент болды Трамп. Қанша Американың халқы қарсы шығып жатыр оның саясатына. Өйткені олар осы саясат арқылы ертең мемлекетке зиян болатынын көріп тұр. Сол халық. Өйткені Американың халқының саяси сауаты өте жоғары бізге қарағанда. Бірақ мен сізге айтайын, егер Дональд Трамп туралы айтсақ, бірінші рет президент болғанда, ол Американың экономикасына үлкен бір пайда келді. Өйткені ол нағыз ұлтшыл, ол Дональд Трамп. Өйткені бүкіл әлем глобалист деді ғой, глобальный жаһандыру саясатын өткізді ғой. А ол
өзінің Америка превыше всего деп make great again деп, иә, сонда маған тек Американың жағдайы керек, басқа Европа болсын, басқа болсын, біздің серіктестеріміз, оған маған бәрібір, өздері НАТО болсын, басқа болсын, өздері өзі қорғасын, мен тек Америка үшін жауап беремін деп отыр да, нағыз ұлтжанды адам болып тұр ғой. түсінікті түсінікті, бірақ ол осы жолғы сайлауға түскенде халықты алдады. Мен 24 сағатта соғысты тоқтатамын деп, иә. Енді оны әжуа жасап қалжақтап жүргендер айтады, ол солай айтты, бірақ қай айда, қай жылда болатынын айтқан жоқ дейді. Иә, ол енді күлкі жағдай. Сондықтан мен ойлаймын, ол Трамптың қазіргі мынау Ресейді қолдап, Украинаға қысым жасап тұрғаны, Украинаға қару бермеймін деп жатқаны, әрине тек қана біздің қазақтарды емес, бүкіл әлемнің халқын ренжітетін жағдай. Себебі Ресей ғана жер бетінде империалистік пиғылда қалған. Ол тек қана Путин емес, жай ғана қарапайым орыстың өзінде шовинистік көзқарас бар. Оны осы Алматыда жүріп ақ мен көріп жүрмін. Сондықтан да осындай адамзат бойындағы шовинистік пиғылды жою үшін осы Ресейдің жаңа тәртіпке келтіру керек. Енді біздің саясатта зерттеп жүрген адамдар, және саясатта жүрген адамдар, тіпті мына дипломатияда жүрген адамдар оған басқалай қарайды ғой. Бір жағынан алып мемлекет Қытай, екінші жағынан ядролық мемлекет Ресей. Оны да алып болуға, өйткені ядролық мемлекет алып, экономикасынан 1,5% болса да әлемдік ВВП-дан, бірақ ядролық қару үшін ол алып мемлекетке жатады. Соның қазақ айтқанда екі түйенің арасында шыбын болып жүріп қалып қалмаймыз ба? Жоқ, қазақ еш уақытта қалып қалмайды. Қазақты сонау Петр Первийдің заманынан бастап жоюға тырысты. Бірақ қазақ ежелден, қазір біз Шыңғыс ханды қазақ деп жүрміз, Ақсақ Темірде қазақ деп жүрміз. Жалпы зерттеп келгенде оның шындыққа жақын. Сондықтан біздің бабаларымыз әлемді жаулап алған халық болған. Осындай халықты тұқыммен құрту үшін Петр Первийден Путинге дейінгі, бүгінгі дейінгі саясат Ресей тарапынан жүріп жатыр. Бірақ құрталмады. Бүгін қазір көріп жатыр, мен жастарымыз жақсы өсіп келе жатыр. Біріншіден, екіншіден бізді Түркия мемлекеті қолдап отыр. Таяу арада ол біздің Ресейдің қысымына қорғайды Түркия. Жалпы біздің ойлаймын, тарих қайталанады, Тұран мемлекеті орнайтын уақыт таяп қалды. Біз Алла қаласа бір 500 миллион халықтай алып мемлекет боламыз. Кезінде, мысалы, Тұрғыт Озал алғаш рет Қазақстанға келгенде, сол кісіні қарсы алуға 15 адамның бірі болып мен барғам. Кездейсоқ, ол жасағанның көмегімен. Сол кезде сол Тұрғыт Озал президент Нұрсұлтан мен ол жасағанмен, сонымен Бозғырт, Арслан Бозғырт, Түркіт Озал төртеу ғана отырған кезде, Түркіт Озал осы Алматыда, Түркіт Озал ағамыз айтыпты, Тұран құрайық. Сен мынау жаңадан құрылып жатқан Орта Азияның мемлекеттерінің басшыларымен сөйлес. Татарстан, Башқұртстанды, Әзербайжан, Кавказдың елдерін қосып алайық, өзіміздің мұсылман елдерді. Сонымен бір 300 миллиондай халық боламыз. Сол мемлекет құрайық та орталық Қазақстан болсын деп. Сонда кім Нұрсұлтан Назарбаев бізге оған ешкім рұқсат бермейді, пантүркизм деп әлем қарсы шығады. Біріншіден, екіншіден, жаңа ғана тәуелсіздігін кеңес үкіметінен шығып, жаңа тәуелсіздік алып жатқан елдер қайта бір одаққа кіруге көнбейді депті. Сонда ана кісі ашуланған. Сен сонда бауырым қандай мемлекет құрғың келеді деймін ғой. Сонда кім Нұрсұлтан айтыпты, мен қазақ мемлекетін құрғым келеді. Сонда жаңағы Тұрғыт Озал айтты, сенің Павлодарыңда 12% ғана қазақ тұрады, Өскеменде 11%. Қазақстанның қалаларында 55%-дан артық қазақ тұрмаса, сен қазақ мемлекетін құра алмайсың. Сен ауылда жүрген, тауда жүрген қазақ есепке алма, олардың қоғамға ықпалы жоқ деген. Сонда Нұрсұлтан айтыпты, сіз білмейсіз қазақтың мінезін. Қазақ ата бабасының зиратын, туған жерін тастамайды. Олар ауылдан кетпейді, қаланың орыстары көшпейді. Сонда ана кісі айтқан екен, сенде бір колхоз, совхоз деген ұйымдар бар. Соны жойсаң, жұмыссыз қалған қазақ еріксіз қалаға келеді. Ал орыстың отаны жоқ.
олардың отаны асқазаны. Ауылды құртсаң, тамақ азаяды да, олар өзімен өзі кетеді. Қазақстанға қалай келді кезінде, солай кетеді. Тамағы бар жерге деп айтқан. Сол саясат 95 жылдан, 94 жылдан бастап жүріп, бізде совхоз, колхоз жойылды. Демек, Қазақ қайта келді. ауыл шаруашылықты құртты. Сонда басқа мақсат басқа болды деп тұрсыз ба? Қазақты қалаға келтіру? Қазақты қала келтіру. Жалпы бізде мына нарықты. Ол жалған урбанизация емес пе? Жоқ, былай ғой, менің ұлым осыдан 15 жыл бұрын Анкара университетін бітірді. Саясат экономика факультетін. Түріктер не оқытты дегенде айтты. Әке деді, ауыл әкімінен бастап, мемлекет басқарып отырған Нұрсұлтанға дейін нарық деген түсінбейді екен деді. Нарық деген жүйе ол көп халық тұрған жерде дамиды. Мысалы, Стамбулда деді, 16 миллион халық тұрады. 4 миллион халық келіп кетіп жүреді. 24 сағатта жаңағы 20 миллион халықтың жаңағы төлейтін салығы шағын орта бизнестен Түркия мемлекетінің бюджетін 50% құрайды екен. Ойлашы, соған мен сенген жоқпын. Өйткені менде советтік сана ғой. Советтік сана. Мені қазір тыңдап отырған адамдар да сенбеуі мүмкін. Бірақ 18 жылы умра қажылыққа бардым. Сол кезде Стамбул әуежайында бір 24 сағатта 600-ге жуық самолет қонып ұшады екен. 1.200.000 жолаушы кіріп шығады. Бір жолаушы $1 салыққа қалдырса, $1.200.000 төлейді. Оны Қазақстанның бір шахтасы, бір завод төлемейді ондай. Мен сонда ғана ұлымның айтқанын түсіндім. Демек, біз қалаға жиналуымыз керек, қалаға, қазақ. Ауылды жерде қазір барып жүрміз ғой. 2000 адам кем дегенде бір ауылдық округта бар. Соның ішінде бір ары кеткенде 20 шақты ғана шаруа қожалығы бар. Ол қожалықта жұмыс істеп жатқан жақсы. Ол қожалықта ары кетсе бір 50 шақты адам ғана жұмыс істейді. Тіпті 100 адам. Аға, қазір ауылда мал бағатын адам таппайды ғой. Сонда біздің жастар бәрі қалада тұрамыз дейді. Сонда біз қазақтар қалада тұратын халық болсақ, жарайды, сіз дамыған елге кіреміз деп тұрсыз ғой. Бірақ ауыл шаруашылық, мал бағу, одан біз ешқашан айырылмау керекпіз ғой. Мал бағатын адам бүгін табылмай отыр, болашақта да табылмайды. Мал бағудың жаңа жүйесін, технологиясын қарауымыз керек. Мысалы, жаңағы кезінде осыдан 10 жыл бұрын ауыл шаруашылығы министрлігі әр облыстан бір кәсіпкерлерді алып Америкаға апарған. Сонда Американың бір фермерінің бордақылау комплексін апарыпты, жыпырлап мал тұр дейді. Сосын сұраған қанша мал десе, 100.000 бас деп айтады. 100.000 бас. Бір бордақылау, бір фермерде. Енді осыған қанша жаңағы жұмысшыңыз бар десе, 50 адам. Бәрі кнопкамен. 50 адам. Енді осыны қаншадан сіз сатасыз десе, $2 деп айтады. $2 деген ол кезде бізде 150 теңге болды, курс 300 теңге. Сол кейіннен бір 7-8 жыл бұрын Америкадан 300 теңгеден сатып алып, ресейліктер 500 теңгеден Семейдің кәсіпкерлеріне сатқан. Біздің Семейдің кәсіпкерлері 700 теңгеден семіз Американың сиырын етін сатты, өзім көрдім. Сонда фермерлер шулады. Олар 1200-ден сатып жүрген. Олар көтпей қалды да, жергілікті фермерлер шулады. Сондықтан жаңағындай дүние болу керек. Бізге неге 3000 адамды жаңағы ұстап отырамыз ауылда? Оларға мектеп саламыз, жол саламыз, аурухана саламыз. Олардың жұмысы жоқ болса. Ал бұрын жаңағы жеке үйінде ұстайтын малды. Қазір жем қымбат, шөп қымбат. Ауылды жерде қазір мал ұстамауға тырысады. Мен келіспей отырмын. Сіз айтып отырсыз, ауылда жұмыс болмаса, олар немене онда тұрады деп. Енді жасымыз енді үлкен ғой. Совет үкіметін көрдік. Колхоз, совхоз, миллионер. Бәр жерде үй салынған. Емхана бар, поликлиника, аурухана бәрі толып тұр. Клуб, РДК дейді ғой, аудандық мәдениет үйі бәр жерде болды. Бәр жерде кинотеатр, моншалар міндетті түрде. Демек, әлеуметтік жағынан да, басқа жағынан да, жұмыс жағынан да бәрі қамтыған, бәрі болды. Ал қазір нарық экономиканы жасаймыз деп, халық қараусыз қалды. Мемлекет өзінің функциясын, біз ата заңда жазылып тұр ғой, Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп. Өзінің әлеуметтік мемлекет екенін
дәлелдемей отыр. Не бауырым былай ғой, ол кеңес үкіметін жасаған жақсылығы ауданға ол жасанды дүние болды. Мысалы 2000 жылы мен парламентке депутаттыққа түстім. Сонда сайлаушыларды аралағанда бір азамат Аягөздің базарында қой сатып тұр екен. Сон кейін мен қасымдағы көмекшілерім айтты, мына кісі кандидат, жаңағы үміткер парламентке, қандай пікіріңіз бар, айтар арызыңыз бар деген сияқты. Соны ол кісі айтты, мен бұл кісіге дауыс бермеймін, жалпы ешкімге бермеймін. Себебі осы совхозды құрттыңдар. Мен кезінде совхозда тұрғам, жақсы тұрғам, енді міне қой сатып тұрмын деп. Содан кейін айттым, сіз енді осы қойды қайдан аласыз? Маған 4000 теңгеден қойды әкеп береді дейді, маңайдағы ауылдан. 5 қой күнделікті алам, базарға шығарам, 1 сағатта сатам дейді. Сонда күніне ол кісі 5000 теңге тауып жүр. Айына 150 000 теңге тауып жүр. Ол кезде жақсы трактористтің алатын жалақысы 40 000 теңге. Мен ол кісіге айттым, егер сіз сол өмірді аңсасаңыз, шынында да, мен сізді жұмысқа тұрғызайын. 40 000 теңге аласыз, таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайсыз деп. Жоқ дейді, мен жындымын ба дейді. Сондықтан бұрынғыдай кеңес үкіметінен қайта орнатса, сондай тиынға, сондай аз ақшаға ешкім бармайды. Мен кеңес үкіметінде өмір сүрген адам, чопандар болды, соятын мал жоқ, өзінің жекеменшік малы жоқ. Трактористер, басқалар көбі нан, маргарин, май, қант дастарханда кластастарым үйіне барып жүрдім ғой. Мен енді бір ферманың меңгерушінің баласы болдым. Менің әкем дәулетті тұрды. Мен өзім аштық көрген жоқпын. Бірақ достарым үйіне барғанда негізі дастарханнан көретін тамағым көпшілігі жай бір 4 бұрышты маргарин, май болатын. Сол май, қант, нан. Ары кеткенде вермишель, макарон. Содан ары көрген жоқ. Сондықтан да ол бір. Екінші бір өкінішті жағдай, 92 жылы мен Қытайға барғам. Сонда Чәуешекте жаңағы бір жастар одағы бұрын комсомол ғой. Сол жастар одағын басқардым Семей облысында. Сол кезде Чәуешекке бардым. Сол жастар одағының төрағасы Тарбатай аймағының Хан Гипин деген Қытай азаматы шақырды, қонақ қылды, аралатты. Сол қонақ үйде жатқанда бір үлкен ақсақал келді. 60-қа таяқ қалған. Сол Тарбатай аймақтық сотының төрағасы екен. Біз енді алғаш барып жатқан делегация болғаннан кейін естігенде келіп сәлем беріп, бауырым біздің үйге қонаққа кел ертең. Мен өзім ертіп кетемін деді. Мен жарайды дедім. Ертең де бардым. Сонда аймақтық соттың төрағасының үйі шатыры жоқ, полы жоқ, саман үй. 60-тай адам жиналыпты. Сол тұрмысын көрдім. Енді сол 92 жылы Қытайдан алғашқы қазақтар көшіп келе бастады ғой. Сол менің келінім көшіп келді. Қытайдан. Соған мен бауырым үйленді. Жас қыз кезінде келіп, кейіннен мен бауырым үйленді. Биыл жазда келінім Қытайға барып қайтты. 2 апайы бір ағасы қалған. Коттедж үйлер дейді. Тұрып жатқан үйлер коттедж үйлер. Ішкен тамағы, жуынған ваннысы, жүріс тұрысы бәрі бір кинодағы американ миллионерлердің семьясы сияқты. Ана дастарханға отырғанда, сол үйде 20 күн жүргенде өзімді жабай адам сияқты сезіндім дейді. Ол қарапайым адамдардың тұрмысы бүгін. Сонда осы 30 жылда Қытай қаншалықты 1,5 миллиард халқы болса да, қаншалықты дамыған, біз қаншалықты орнымызда қалып қалғанбыз. Енді Қытайды кім басқарып отыр? Коммунистік партия? Кім басқарса да олардың жүйесі дұрыс болып тұр ғой, нарықтық жүйе. Бұл коммунистік партия деген оларда жай декларация сияқты, коммунистік идеямен жүрген жоқ. Дин Сяопин жаңағы негізі осы реформаны жасағанда нарықты жақсы жасап кетті ғой, Дин Сяопин. Соның арқасында Американың экономикалық бағыты бұрынғы біз үйренген коммунистік саясат емес. Ол басқаша түбірімен. Біз әгі бір жақты қарамау керек. Бұлар коммунистік партия деп айту күшейтіп ұстап отыр. Мүмкін көп халықты ұстау үшін сондай бір партия қажет шығар. Ол коммунист деп аталама, басқа деп аталама. Бірақ олар нарықтық жүйеде. Жақсы. Қытайды қояйықшы. Біздің Қазақстанда толып тұрған неше түрлі мәселелер көп, шешілмеген. Мына және жастарды айттық. Сіз жастармен кездесіп тұрасыз. Сонда жастарда әлеуметтік желіде оқимыз. Бір ой бар. Жағдай болса шетелге кетіп қаламын деп. Қазақстанда болашағым жоқ деп. Біраз жастар сөйтіп
Мәселе тек қана мына орыстанған, қазақша білмейтін адамдар емес. Қазақшада сайрап тұрған балалар Америка бара ма, сонда ресторан жасай ма, курьер бола ма, немесе ана көлікті тасиды, ана бүкіл Американы тасып, Қырғызстанның адамдар, Қазақстан адамы барып, бай болып жүр онда. Сонда олар шетелдікте өз болашағын көріп тұр. Қазақстанда болашағын көрмей тұр. Не себеп? Оның екі себебі бар. Бірінші себебі әрине біздегі бүгінгі жүйе дұрыс емес. Нұрсұлтанның құрып кеткен жүйесі, президенттік жүйе әлі жалғасып жатыр. Біздің елімізде мына осы Нұрсұлтан тұңғыш президент, Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы президент болу керек. Қасым-Жомарттың енді ел үшін атқаратын бір үлкен қызметі президенттік басқару жүйесін жойып, парламенттік басқару жүйесіне көшіріп кетсе, сонда соңғы президент болып қалады. Ол біріншіден. Бұл президенттік жүйе сақталып тұрған кезде, одан қалған бұрынғы кадрлар қалған кезде, әрине талантты жастар Қазақстанда қалмайды. Себебі сол Нұрсұлтанның құрған жүйесіндегі адамдар ауыл әкіміне дейін. Олар өздерін қожайымын деп есептейді. Қызметкер емес. Жаңа жүйеде мен халықтың қызметшісімін, халықтың салығынан жалақы алып тұрам деген адамдар билікке келу керек. Тоқаев сөйтіп айтып отыр ғой. Мен орысша айтады ғой, я наемный менеджер деп. Тоқаев сөйтіп айтып отыр ғой. Демек президент өзі мен халыққа қызмет ететін адам десе, облыстық және мына аудандық әкімдер соны ескермей ме? Жоқ, олар ескермейді, өйткені ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Бізге жаңада мысалы өзің ешқашан әкім болып көрген жоқсың, үлкен билікте болған жоқсың, бірақ Алматыда қоғамдық кеңесте жүріп танылдың, қоғамның проблемасын білесің. Ертең сен апарып Досаевтың орнына отырғызса, сендердің айырмашылықтарың жер мен көктей болады. Жер мен көктей. Өйткені сен халыққа жақынсың, проблемасын білесің, айтқызбай-ақ, естімей-ақ, оны өзің шеше бастайсың. Одан кейін Досаев бүгін күніне бір адамды қабылдамаса, сен күніне 100 адамды қабылдауы мүмкін. Айырмашылық неде? Өйткені сен халықтың арасынан шықтың. Ниетте. Халықтың арасынан шықтың. Ал мына бүгінгі билікте отырғандар, ауыл әкім, аудан, облыс әкім, басқа қызметтерден тез өскен азаматтар отыр, жаңағы. Олардың халықпен байланысы жоқ, халықтың арасынан шыққан жоқ. Бұлар тағайындалған. Сондықтан бұлардың психологиясын өзгертпейсің, бұларға әдет қалыптасқан, мен қожаймын, халық құл деген. Ендігі билікке келетіндер, мен халықтың қызметшісімін, халықтың ақшасына жалақы алып отырмын деген Тоқаев айтқандай ой қалыптасу үшін өзің сияқты азаматтар билікке келу керек. Енді ол жүйе ғой, жүйені өзгерту үшін кім оған батылдық керек қой? Батылдық керек емес, заңды білу керек. Мысалы, осы жүйені өзгерту үшін кім заң шығарды? Тоқаев. Әрлік елді мекендерде 3000 адамға қауымдастық құрылсын. Сол халықтың азаматтары бір 20 адамды, 10 адамды өздері ұсынсын да, елді ойлайтын адам қауымдастық құрылсын. Әр бір 3000 адамға, 30 000 адамға қоғамдық кеңес құрылсын. Ол да жаңағы қауымдастықтың төрағалары қоғамдық кеңеске бару керек. Халық сайлаған. Сонда қоғамдық кеңестің жұмысы болады. Бізде қалай болды? Бізде 200 адам акиматқа арыз жазды. Мен қоғамдық кеңеске барайыншы деп. 200 адамнан 20 адамды әкім өзінше Комиссия енді әкім қой. Әкім құрған комиссия таңдап алды 200 адамды. 20 адамды. Одан кейін ол 20 адамның ішінде кездейсоқ 1-2 адам ғана кіріп кетті, халықты ойлайтын. Қалғандары әкімнің сөзін сөйлейтін адамдар болды. Содан қоғамдық кеңестер Қазақстан бойынша формальный болып шықты. Ол формальный болмас үшін қауымдастықтың төрағалары, халық білетін адамдар бару керек еді, бірінші. Одан кейін ұлттық кеңес, ол да формальный болып қалды. Негізі ол Қазақстандағы үлкен орган болу керек. Негізі құрылым дұрыс. Сол Қазақстан бойынша қоғамдық кеңестің жұмысын жақсы жүргізген, халық құрметтеген адам ғана ұлттық кеңеске мүше болу керек. Сіз ұлттық кеңесті айтыпсыз ба, құрылтайды айтып тұрсыз ба? Құрылтай. Құрылтайға мүше болу керек қоғамдық кеңесте. Мысалы, Қазақстанда 1000 қоғамдық кеңес құрылса, ауыл, аудан, қала, облыста. Сол 1000 қоғамдық кеңестің ішіндегі ең бір жұмысын жүргізген, халық сайлаған, айтатын ойы бар, болашақты көретін дұрыс адамдар құрылтайға мүше болу керек. Сол кезде құрылтайдың мәні өседі. Сол кезде мына құрылтай ұсақ түйек, насыбай, басқа шаруаны айтпайды. Ол кезде ол құрылтай айту мүмкін. Біз Ресеймен қаламыз ба таможня союзда, жоқ па?
экономикалық союзда боламыз ба, одақта жоқ па? Қытаймен қай салада қалай біз ынтымақтастық құруымыз керек? Америкаға не істеуіміз керек? Бұрынғы жаңағы біздің кезіндегі қате жасалған немесе сол ұлттық мүддені ойламай жаңағы Американың бизнесмендеріне көмек ретінде жасалған мұнайдағы келісімшарттарды бұзамыз ба, жоқ па? Осының бәрін халықтың тағдырын шешетін құрылтай болу керек. Ол құрылтайға жаңа қоғамдық кеңестердің ішіндегі жұмысы көрінген сұрыпталып соның ішінен бәрі емес, сол жаңағы 1000 қоғамдық кеңестің басшысынан дейін 100 адамды құрылтай мүшесі қылып алса, оның төрағасы президент болмау керек. Құрылтайдың төрағасы сол 100 адам өздерінің арасынан бір адамды таңдау керек. Сонда сол құрылтайдың төрағасы, құрылтайдың адамдары президентке де, үкімет басшысына да, парламентке де жол көрсететіндей орган болу керек. Қараңыз, енді құрылтай деген ол қазақтың ұғымы ғой. Ұғымы қан кеңесі ғой. Иә, бірақ құрылтайда бұрын қалай әрбір Қазақстанда 48 ру бар ма? Иә. 48 рудың ішінен әрбір рудың, әрбір мына ненің өзінің ақсақалдары болу керек қой. Былай айтқанда, таза түрде. Иә. Ал қазір заманауи құрылтай, ол мына экономист бар, заңгер бар, тағы біреулер бар, шенеуніктер біреу, ақсақалдар бар, бұрынғы депутат, бұрынғы әкімдер. Соның ортасын бүйтіп бір солянка дейді ғой, бір салат жасап, сөйтіп құрылтай жасап отыр. Формально, жасанды бұл. Идеясы президенттің жақсы, бірақ президенттің идеясын жаңағы жергілікті жерлерде әкімдер, сол нелер формализмге ұрындырды да, жаңағындай жақсы идеяны құртты. Қазір құрылтайдың да қадір қасиеті жоқ, қоғамдық кеңесінде қадір қасиеті жоқ, қауымдастықта қадір қасиеті жоқ. Ешқандай рөл ойнамайды. Соны істеп отыр ғой. Сондықтан оған кім кінәлі? Әрине бір жағынан халық кінәлі. Халық жаңағы егер сауатты болса, заңнан қабілеті болса, кез келген ауылдың жаңағы 2000 адамы өздері 20 адамы тауып қауымдақты өзі құрып алуға болады ғой. Ауыл әкіміне айналайын, біз өзіміз құрамыз, сенің қалаған адам емес, халық қалған адамды қояйық деуіне болады. Жоқ, сіз халық кінәлі дейсіз, бірақ бір жағынан мен де өзім талай рет халықты сынағам да, бірақ біз түсіну керекпіз, халықты осындай тобыр жағдайына жеткізген ол Назарбаев кезіндегі билік қой. Сіз айтқандай оны ақыл беретін тек қана Тұрғыт Özal емес, тағы да Америкадан болсын, басқа болсын, сен бізге мұнайын беріп отырсың, бүкіл жердің астындағы, жер қойнауындағы барлықты бізге беріп отырсың, бізге ыңғайлысын, басқара бер, бірақ біз саған кеңес береміз деп, осылай істе деп, экономикасы құртты, завод фабриканы жапты, ауыл саласы құртты, мәдениет, білімді құртты, медицина саласын құртты. Түсіндіңіз бе? Жоқ, жақсы. Сонда телевидениедан өңкөйіміне түрік, үндіс және Корей сериалдарын қаратты. Соны қарап отырған адамдар анан дейді ма, тағы басқа бір қызды ма, соны ойлап отырып, соны басқа қатып отырады. Сериал қарап. Жақсы. Түсіндіңіз бе? Ал халықтың жағдайын, әлеуметтік жағдайын, азаматтық белсенділік туралы ешкім ойлап отырған жоқ. Жақсы. Демек ол манипуляцияға халық түсті. Жоқ, түсті ғой, жақсы. Ол кезде солай болды. 30 жыл біз солай жабық мемлекет болдық. Биліктің ақпарат құралдары ғана жұмыс істеді, түсіндік болдық. Енді одан бері міне соңғы 10 жылда әлеуметтік жүйе дамыды. Мысалы, әркім телефонда бар, сенің хабарыңды қалаған адам көріп отыр. Сен ол биліктің бір жоспарымен жұмыс жасап отырған жоқсың. Сондықтан сен ғана емес, басқа да осы ағартушылық қызметпен айналысып жатқан желіде адам аз емес. Соны тыңда да, сараптай да, сенің тәрбиеңмен жүрсін. Үкіметтің телевизиясының емес, өтірік газетімен емес, егеменді Қазақстанның. Өзің сияқты жанашыр, қоғамда тәжірибесі бар, халықтың тұрмысын білетін, болашағын көре алатын адамдарды хабарын тыңда да, сауат тыңдаш. Әркім өзімен. Жалпы Құранда жазылған екен. Алла тағала айтыпты, халық қандай болса, мен сондай хан берем деп. Знаете, біздің халық жаңағы Нұрсұлтандай адам болғанына енді. Демек, Абайдың сөзі рас болып тұр ғой. Абайдың да сөзі дұрыс, Құранның да сөзі дұрыс. Сондықтан айналайын халқым, егер де өзіңнің тұрмысың түзелсін десең, өсіріп жатқан бала шағаның тұрмысы жарқын болсын десең, өз сауатыңды өзің ашып, осындай ағартушылық жұмыспен айналысу керек. Әркім өзінің жаңағы құқықтық заңдарын білу керек. Саяси жұмысқа араласу керек. Мен емес, жоғары жақтан шешіп қой дегенді ұмыту керек. Қазір кім ауылға кім болады, кім ауданға кім болады, Тоқаев шешпейді, сол ауылдың халқы шешеді.
соны түсінетін уақыт болды ғой халыққа. Сонда сіз сайлау жүйесіне сенесіз бе? Сенем, себебі соңғы осы 2 жылдың ішінде 2 ауылдың әкімдік сайлауына қатыстым. Осы Мақаншы 2 жыл бұрын Мақаншы ауылында әкім сайланды, онда 12 мың халық тұрады, бұрынғы аудан орталығы. Сонда 4 адам сайлауға түсіп жатыр екен, бір спортсмен жігітті аудан әкімі сен боласың деп уже сендіріп қойған. Бірақ халық Қуаныш деген жігітті қалайды екен. Содан сайлау болардан бір 10 күн қалған кезде бір кісі қайтыс болып соған барғам. Сонда Мақаншы жігіттер, егер Қуаныш болмаса, Қуанышты өткізбей тастаса билік, онда біз 1000 адам шеруге шығамыз, митинг жасаймыз. Бір ай деп айтқан естіп қалдым. Енді жаңа құрып жатқан облысқа оның қажетіне. Сондықтан мен әлгі жігіттермен танысып, Қуанышпен танысып айттым, заң бұзылмайды, мен жауап беремін. Сайлауға қатыс, ары қарай дұрыс жұмысын жүргіз деп қатыстырдым. Соған жаңа сайлауда қалай өзін ұстау керек, анау жаңағы наблюдательдер қалай қарау керек, бәріне көмектестім. Сонымен Қуаныш 60%-бен жеңді. Сол арада бір көмегі болғаны, мен облыс әкімінің барлық сұрақтары бойынша кеңесші деген куәлігім болған. Себебі Нұрлан Уранқаев бұрыннан білет, сол қызметке келген күн айтты, Рахат аға жаңағындай не деп, бір жағынан шық көмектес, облыс құру оңай емес деп. Шынында да қазір енді қызметтен кетті, Нұрлан бауырым үлкен жұмыстар атқарды. Шынында да облыс құру. Мен қазір салыстырып отырмын, сол облыс құрылғанда жаңа Мақаншы ауданы ашылды, жаңа Семей ауданы ашылды. Енді сол жаңағы Алматы, Қонаев қаласын көріп отырмын, Талдықорғанды көріп отырмын. Сол көп шаруаларын шешілмей жатыр әлі күнге дейін. Көп шаруаларын шешілмей. Оған қарағанда Абай облысы жақсы жұмыс жасалды. Кемшіліктер де бар шығар. Сайлауға қайтайықшы. Өйткені мына 2 жыл бұрын 45 ауданда аудан әкімі сайланды. Бірақ біз, мен ол кезде Қазақстан Халық партиясы ішінде жүрмін. Біз 18 үміткерді өз партияның атынан әртүрлі аудандардан ұсындық. Финалға 5-еу ғана жетті. Сонда 13-і қысым болып, өздері өз қолымен сайлаудан шығамын деп, неге шықсын десем, жергілікті әкім, демесе жоғары жақтағы әкімдер шақырып, аппараттың басшысы, біреу облыста әкім орынбасарлары сөйлесіп айтқан, сен бізбен жұмыс істейсің ғой, біз сені қаламаймыз, аман сауында шық, осы басқа адам жоспарлар қойған деп, олар жазды да шығып кетті сайлаудан. Жақсы. Сонда мүмкін Тоқаев президент әкімшілігі реформа жасап, саяси реформа жасап, конституцияға кіргізіп, заң қабылдап отырған кезде жергілікті жерде бюрократия әлі күшті, ескі Қазақстан әлі күшті, бұрынғы тәсілдермен өзінің ыңғайлы адамдарын аудан әкімі қылып отыр. Мен көрген осы. Сіз басқа мысалды айтып отырсыз. Өте дұрыс айтып отырсыз, өте дұрыс айтып. Сондықтан да жаңағы осыны Тоқаев та сезіп отыр, көріп отыр. Бір күнде біреудің облыс әкімінің қызметкердің жаңағы миына құйып бермейді ғой, бір нәрсе өзгеріп кетпейді. Сол үшін жаңағы адамдар өздерін басқарса деп қауымдастық, қоғамдық кеңес сол үшін құрды. Жаңағындай халықтан шыққан адамдар жаңа сайлау ісіне дұрыс әділетті өтуіне ықпал жасасын деп. Ол бірақ жаңағындай болды. Біріншіден. Екіншіден, мен Ақжол партиясын басқардым Семейде. Бізде адамдарды қостық, шамамыз келгенше. Сонда түсінгенім біріншіден әрине бір адамды сайлауға, сондай әділетті сайлауға халық дайын емес. Жаңа сайлауға тіп бармайды. Кімді сайлап жатсаң да көп халық бармайды сайлауға. Осы жол 20% ғана. Бұрын қаланың халқы бармайтын, осы жол ауылдың адамдары да бармайтын көрдім сайлауға. Жалпы бармайды. Сол сайлауға халық келсін деп, мысалы, Тоқаев өзгерткізді. Бәріне қарсымын деп дауыс бер. 5 кандидат түссе бәріне қарсымын деп. Сонда егер бәріне қарсымын деп қойса да, халықтың 50%-нан артық келсе сайлауға, сайлау өтті деп саналады. Легитимді дейді. Ал өткен сайлауда 20% келді. Мысалы, бірақ оны жоқ, сайлау өткен жоқ, халықтың 20% келді деп 2 айдан қайта өткізсе, 10% келуі мүмкін. Одан кейін өсіп кетеді кім айтады? Еріксіз, мысалы осыларда бір еріксіз 70-80% деп соны ақтап отырсыз ба? Жоқ, ақтамаймын. Ресми ақпаратты.
ақтамаймын, бірақ ақтамаймын, просто жаңа өзі көз көргенімді айтайын, шынымды айтайын всегда. Мысалы өткен сайлауда менің қызым парламентке түсті, депутаттыққа. 6 жігіт, жалғыз қыз. Негізгі кандидат ел танитын Сәбиланов Нұртай, бүгінгі депутат. Иә. Сайлауға түстік, араладық. Сіз Абай облысын айтып тұрсыз. Абай облысында араладық. Енді 20 күн ғана сайлауға берген уақыт. 20 күн уақыт. Үржар ауданына барсам, 58 ауыл бар екен. Бір ауданда. 20 күнде облысты аралау мүмкін емес. Менің қызымды 70% халық танымайды, қызым түсіп жатқан естімейді қалды. 20%, 70%. Өйткені уақыт шектеулі. Сайлауға түсу үшін мен ойлаймын, бүгін сайлау өтті ме мәжілістен? Келесі сайлауға түсем деген жігіт бүгіннен бастап 5 жыл жұмыс жасау керек. Сонда ғана үлгереді. Дұрыс айтасыз. Ол біріншіден кемшілігіміз өзіміздің. Екінші кемшілік жаңағы халық келмейді жаңа сайлауға. Сонда 400 мың адам Абай облысына келу керек сайлауға. Бар жоқ келгені 80 мың адам, 20%. 80 мың. Сол 80 мыңның нақты дауыс алғандары менің қызым 20 мың алды. Сәбиланов 15 мың ғана алды. 5 мың төмен алды. Қалғандары жаңағы 10 мың, 7 мың, 5 мың, в общем, 80 мың бөліп алды ғой, шын айтқанда. Енді ана легитимный болу үшін 100 мың дауыс қосу керек. 100 мың. Сол 100 мың дауысты келмегендердің дауысын қосуға мәжбүр болды билік. Мәжбүр болды. Себебі қайта сайлау өткізбейді ғой. Оған басқа сөз бар ғой, фальсификация выборов дейді ғой. Жоқ, ол енді басқа ғой. Бірақ өзің әкім болып отыршы, мысалы, өткізін 20% келді. Жарайды, нелегитимді деп Қазақстан бойынша Тоқаев соған барды. 2 айдан кейін қайта сайлау өткізді, ана келмеген адам. Мысалы, Алматы қаласында 23% келді деп билік нетті ғой, хотя айтқанда 10-12% болды ғой, айтқанда. Оны 2 есе көбейтіп 23 деп пайыз айтты. Жоқ, бұл Қазақстан бойынша пайыз бірақ шығатын шығар, енді басқа за счет басқа облыстар арқылы неткен шығар. Сонымен 100 мыңдай дауыс қосылды, сол 100 мың дауыс Нұртайға қосылды, 115 мың кетті. Бірақ енді мен Нұртайды жақсы сыйлаймын, аға деп сыйлайды, бауырым. Жеке басына Нұртайдың менің ренішімде, өкпемде жоқ. Бірақ мен көзбен көргенімді айтайын, қай жерге барсам да айтты адамдар. 15 жыл депутат болды. Енді неге бар жатыр? Енді 15 жыл отырды. Сондықтан жаңағындай сол 15 жылда Нұртайдың қолында бәр билік тұрған жоқ шығар. Расында да бір сол Абай облысын, Семей қаласын көркейтіп тастауға Нұртайдың бір еңбегі болды деген әңгіме жоқ 15 жылда. Сол үшін Нұртайды танығанның өзі оған кері реклама болды, кері жарнама. Бірақ егер де жаңағындай бір кең уақыт болып, қызым 2 жыл бұрын құрып кеткенде әр ауданды аралап елмен танысса, бұл жаңағы 80 мыңды алуға мүмкіндігі болар еді. Немесе кез келген басқа кандидат солай жұмыс жасаса. Сондықтан мына осы хабарды көріп отырған бауырларым мен қарындастарым айтарым, аудандық мәслихатқа түсесіңдер ма, облысқа түсесіңдер ма, мәжіліске түсесіңдер ма, сайлау өткен күннен бастап дайындалып елмен, сайлаушымен танысыңдар. Ана указ жарлық шыққаннан кейін сайлауға қатысып, құжат жинап, апыр-топыр кіріскеннен нәтиже болмайды. Ешқашан. Демек, халық саяси белсенділікке шақырып отыр. Иә. Әсіресе кандидаттарды. Болашақ әркімнің ойында бар ғой, әр кәлләде бір қиял дейді. Мен болашақта Алматы қаласының депутаты болам, немесе бір аудан депутаты болам деген қыздар мен ұлдар, жастар. Олар бүгіннен бастап сол аймақтың, сол сайлау округінің адамдармен таныса беру керек. Өзін таныта беру керек. Бүгіннен бастап сол халыққа қызмет атқару керек. Кандидат болмай тұрып, үміткер болмай тұрып. Сіз міне айтып отырсыз, халық сайлауға қатыспайды деп. Мысалы, президент Тоқаев соңғы жолдауында ол да айтты ғой, халықтың көзқарасы, санасы өзгермегенше ешқандай өзгеріс болмайды деп. Әрине. Сол жолдау айтылып, мен жалпы соңғы 20 жылда президенттің жолдауын оқымайтынмын. Нұрсұлтан заманында да. Жалпы, өйткені жолдау жазылады, ол өтірік істелмейді деген сияқты. Содан осы жолғы мынау жаңағы неде президенттік сайлауда мен Қасым-Жомарт Тоқаевтың несі болдым. Сенімді өкілі. Елді аралап,
Тоқаевқа дауыс беріңдер деп үгіттедім халықты. Содан жаңағы облыс әкімі мені инаугурацияға алып барды Астанаға. Соған қатыстым. Содан келгеннен кейін 2 айдан кейін жолдау жарияланды. Содан кейін жаңағы әкім бауырым айтты, сіз енді сенімді өкіл, сіз инаугурацияға бардыңыз. Енді осы жолдауды халық түсінетін тілмен халыққа жеткізіңіз. Әкімдер ұйымдастырады деп. Содан жаңағы 10 ауылда 40 ауылды, 9 ауданда 40 ауылды араладым. Алдымда ауылдың адамдары, әкім бәрі отырады. Мен ол кісілерге айтам, президент жолдауында халықтың санасы өзгермей, қоғам өзгермейді деп айтып отыр. Оның себебі неде? Мысалы, осы ауылда 500 адам тұрып жатыр. 500. Ауылдарыңызда жалғыз жол. Сол жолдың үстіне 5 кірпіш түсіп құлап қалса, 5 жыл 500 адам жанынан өтуі мүмкін. Әкім қайда қарап жүр деп. Өз алып тастамайды. Сонда біз өз ауылымызға, өз мемлекетімізге өгей бала сияқты болып қалғанбыз ғой. Біріншіден. Екіншіден, жаңағы мысалы қораңда 20 қой тұр. Білесің, ол қойдың мал екенін. Оларға барып жиналыс өткізбейсің ғой. Қашан ауылды көркейтесің, қашан жол салдырасың, қашан су тартқызасың деп айтпайсың. Өйткені білесің мал екенін. Бірақ та өзің сол ауылда 40 жыл тұрып жатсың. Сол ауылдың өзгеруіне бармағыңды қозғамасаң, сенің ана 20 қойдан қай жерің артық? Сен 21-ші қойсың. Сол үшін әр адам таңертең тұрғанда, айтып отырмын ғой, өзіне өзі сұрақ қою керек. Мен бүгін өзім үшін не атқарам, отбасым үшін не атқарам, отаным үшін не атқарам деп. Кез келген адам. Сонда ғана мемлекет дамиды, сонда ғана қоғам өзгереді, сонда ғана жаңа Қазақстан орнайды. Билік тоға көп айтып кетті ғой. Енді оны айтайық тағы да. Тоқаев енді президент болғанда Қазақстанда еститін мемлекет болады деді. Иә. Біраз жыл өтті. Иә. Естіп тұр ма халықты? Халықтың жан айқайын естіп тұр ма мемлекет? Естісе, не істеп отыр? Естімей тұр. Естімей тұр. Ол естімей тұр. Себебі сол еститін билік құру үшін жаңағындай қауымдастық, қоғамдық кеңес құрды. Оны мына бүгінгі жергілікті билік формализмге апарып жіберді жаңағындай. Егер де шынайы ауылдың халқы өзі қалаған адамдарынан қауымдастық құрса, өздері қалаған адамдардан жаңағы қоғамдық кеңес құрса, өзіңдей ғана адамдар, өзің қоғамдық кеңесте болдың ғой. Дәл сендей қуды ғой мені. 2 жылдан кейін Байбек қуды ғой. Соны айтам. Дәл сендей жаңағы 40 адам қоғамдық кеңесте, 20 адам, 40 адам Алматы бойынша, дәл сендей 40 адам халық сайлаған қоғамдық кеңеске мүше болса, сендерде жаңағыдай құзырет болса, Байбекке анау әкім орынбасарың дұрыс жұмыс жасамайды деп сендер ұсыныс берсеңдер, сол ұсыныстарың бойынша Байбек оларды қызметтен шығаратын болса, негізі заңы солай. Ол қоғамдық кеңес рекомендация бере алады әкімге. Сонда егер сен әкім болып, мен орынбасарым болып, мені жұмыстан шығарып жіберсең, мен сотқа берем. Асқат мені шығарды, заңсыз деп. Егер қоғамдық кеңес ұсыныс берсе, мен сотқа бере алмаймын. Өйткені әкім айтады, халық сұрап отыр, халықтың сайлаған адамдар сұрап отыр деп. Сол үшін құрды ғой. Бірақ айтып отырмын ғой, сөзім басында да айттым. Осы қауымдастық, қоғамдық кеңес, ұлттық құрылтай деген бір жақсы жүйені жоққа шығарып отыр ғой. Ал ол жоққа шықпас үшін халық белсенділік көрсету керек. Халық өзі. Кейбір жерлерде бар, дұрыс адамдардан құрып алған, жұмыс жасап жатыр. Енді бүкіл емес, 5-10% бар шығар. Шынай, сол қоғамдық Абай облыстық қоғамдық кеңесінің белді мүшесінің бірі менің қызым. Сол қызымнан қоғамдық кеңес жұмысын қарап отырам ғой. Сонда олар Ақсуат ауданының әкімін талқылаған қызметін. Жаңағы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысын талқылап, рекомендация беріп, жұмыстан шығартқан. Сондай отдельный фактілер бар кейбір жерде. Бірақ та ол Абай облыстық қоғамдық кеңесінде 100% керемет адамдар отыр деп айта алмаймын. Бір 5-6 адамдар бар, кейде ықпалын жүргізеді. Қалғандары әкімнің жаңағындай қоя салған адамдары. Қолшоқпары, или соның сөзінен кетпейтін адамдар. Сондықтан да бұл шынайы Тоқаев айтқандай халықтың жан айқайын тыңдайтын билік орнау үшін қауымдастық та қоғамдық кеңесте жасанды болмау керек, құрылтайда. Сонда Тоқаев не істеу керек? Өйткені оның жоспарлаған саяси реформалары толық іске кірілмесе, егер жергілікті бюрократия, жергілікті билік оған саботаж жасаса,
Тоқаев не істеу керек? Тоқаев ештеңе істемеу керек. Тоқаев заң шығару керек. Заң шығарды ғой. Қауымдастық қоғамдық кеңес деген заң шығарды. Соны халық сол заңды өзі пайдалана білу керек қой. Халық пайдалана білу керек. Демек, Тоқаев жағдай жасады, халық пайдаланбай отыр. Иә, халық Ал пайдаланбай. билік оны кедергі жасап отыр. Жоқ, жоғарыдан жасалған дүние, жоғарыдан жасалған еш уақытта болмайды дұрыс. Кезінде мысалы мынау қайта құру болды ғой, перестройка, Горбачев құрды. Сол кезде жоғарғы кеңестің депутаты Олжас Сүлейменов. Жас жігіт, аға Олжас ағамыз. Сол Олжас ағамыз жаңағы Семей полигонын жабуға келіп жүргенде мен оң қолы болып жүрдім. Невада Семей. Невада Семейден. Сол кезде бір отырыста осы қайта құру туралы, Горбачевтың саясаты туралы әңгіме болғанда, ол кісі маған айтқан: Рахатжан, бұл мына ғимарат деп саясатты ғимарат деп есептесек, бұл шатырын жөндеп жатыр. Қабырғасы мен іргетас жоқ. Ауада шатыр тұрмайды, құлайды деген. Бірінші іргетасынан бастау керек. Іргетас деген ауыл, жаңа кішкентай қауымдастық. Ол үшін заң шығу керек, заң шықты. Енді іргетасы дұрыс қаланса, қабырғасы дұрыс қаланса, шатыр тұрады. Сондықтан жоғарыдан жасалған реформа жүрмейді ешқашан. Оның болашағы болмайды. Рахат аға, мен мысалы біздің Қазақстан Халық партиясының бағдарламасында біз мына аудандық сот халықпен сайласын дедік. Мейлі, мен қазір Қазақстан Халық партияда емеспін, мен одан қуды, білетін шығарсыз. Білемін, естіп отырмын. Оқиғаны. Ана бірақ маған сұхбатқа келіп жүрген мысалы Мұсабек аға, Мұсабек Әлімбеков кезінде жоғарғы соттың төрағасы болған. Ана Минскіде Евразиялық экономикалық соттың төрағасы болған адам. Өте тәжірибесі мол адам. Ол да оны қолдап отыр. Кезінде совет заманында халық судьясы, народный судья дейді, солай болған. Өйткені оны жергілікті халық сұраған. Демек, біз де қазір әділетті Қазақстан құрамыз десек, 93% аудандық сотта қаралады. Істердің. Қалған 7% арғы апелляция, кассация сол. Сол 93% әділеттік болу үшін бүкіл аудандық соттар халықпен сайлану керек деген. Өте дұрыс. Содан қалай қарап отырсыз? Ол орындала ма, орындалмай ма? Ол орындалады. Ол орындалады. Ол дұрыс. Көрмей отырмыз ғой. Ол үшін мына халық өзгеру керек, билік өзгеру керек. Екінші бір жағдай кейіннен шыққан заңы Тоқаевтың осы 25 жылдан бастап күшіне енді аудан қала әкімдерін тікелей халық сайлайды деп. Күшіне енді заң көрінді. Бірақ жергілікті биліктің бюрократтары, ескі Қазақстанның кадрлары отыр ғой. Олар не істеді? Осы желтоқсанға дейін барлық әкімдерді ауыстырып тастады. Қайта 4 жылға. Өйткені бүкіл Қазақстанда бір күнде сайлау өткізу мүмкін емес еді барлық әкімдерге. Оған қаражат та көп кетеді, халық та дайын емес. Сол үшін жаңағы заң бойынша кімнің мерзімі бітті, 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бұдан мерзімі бітсе халық сайлайды деген заң шықты ғой. Онда жергілікті кешіріңіз. Былай, шындықты айтайықшы. Бізді тыңдап отырған халық, біз қазір кішкене өтірік айтып, былай нетсек, халық бізді күл тұлқан шығарады. Әрине. Сол шындықты айтайық. Айтасыз, олар алдыда жергілікті халық, жергілікті билік бүкіл әкімдерді ауыстыра салады 4 жылға деп. Сонда жергілікті облыс әкімі өзі істеді ме? Әлде жоғарыдан бір үкім келді ме оған? Өздері істеді. Бірінен бірі көрді, істеді. Ол жалпы Тоқаев енді әр ауданға қарап отырған жоқ қой. Не істеп жатқан? Әр облыстың қызметіне қарап отырған жоқ. Аудан әкімін ауыстырып жатыр ма, жоқ па? Президент болу үшін бүкіл мемлекеттің билігін басқару үшін әжептәуір уақыт кетеді. Шетелмен басқа байланысқа. Сондықтан осы арада сөзіміз ұзарып кетпесін, бірақ мысал айтайын. Кезінде Қонаевты анау Ридерден инженер болып жүрген сәтінен осы қызметке көтерген Оңдасынов. Білесің. Сол Оңдасынов Сталиннің кадры болды. Нұртас Оңдасынов. Хрущев билікке келгенде Сталиннің кадрларын құрта бастады да, Қонаевты көтеріп, айтады, бірінші тапсырмасы Оңдасынды көзін жой дейді. Қызметтен кетір дейді. Өзін адам қылған адамды қалай құртады? Оңдасыновты алады да Гурьевке бірінші хат шығып жібереді. 54 жылы. 65 жылы осы Алматыда Селинаның 10 жылдығы өтеді. Соған Хрущев келеді. Президиумда Қонаев екеуі отырады, қараса бірінші қатарда жаңағы келбетті, денелі адам бірінші хатшылардың ортасында Оңдасынов отыр. Хрущев сұраған ғой, мынау неге отыр деп. Енді ол Гурьевтің, енді уже жасыра алмайды. Арғы тексереді бәрі. Ол Гурьевтің бірінші хатшысы депті. Сен менің тапсырмамды орындамапсың ғой деп, өзі шешім шығарып, Оңдасыновты
персональный пенсияға 58 жасында шығарып жіберген. Оның тарихын айтса ұзақ. Сол сияқты қазір Тоқаев қай облыс, қай ауданның әкімін ауыстырып жатыр, қойып жатыр. Онымен аппараты бар шығар енді. аппаратында басқа жұмыс. Біріншіден, екіншіден Тоқаевтың тағы бір жасаған дүниесі, бір жақсы дүниесі. Мына бұрынғы билікті әсер ету үшін, президенттік билікті әсер ету үшін, ол президент болғаннан кейін жаңағы президент аппаратының басшысының орынбасарлары 12 адамды қысқартып тастады. Просто қысқартып тастады. Себебі қалай? Бізде президенттік басқару жүйесі. Әр саланы басқаратын орынбасар болған. Олар жаңағы министрлерге тікелей, жаңағы әкімдерге тапсырма беретін, ол президенттің тапсырмасы деп олар қабылдайтын. Сондықтан соны жойып жіберді де, біздің үкіметке біраз еркіндік берді. Үстінен қарайтын жоқ координаторлар, жаңағындай орынбасарлар. Аппарат. Сонда ана бектен сол кезде отырды ғой жаңағы аппарат басқарып президенті. Сонда бір күледі екен ол. Барлық әкімдердің орынбасарлары бар, министрлердің орынбасарлары бар, менде ғана жоқ деп. Көрдіңіз бе? Сонда қазір президенттің аппараты тікелей президенттің өзінің қайда барып келу, қандай шешімдер, сонымен ғана айналысып отыратын шағын аппаратта ол бұрынғыдай облыс әкімдерін, министрлерді контроль етпейді. Ол дұрыс шешім. Ондай орындашы жоқ. Әрине дұрыс шешім. Ол дұрыс шешім. Ол жаңағындай, егер сен үкіметке тапсырма берсең, оның жұмысына қадағалап былай істеп отырсаң, ол қалай істейді ол? Үкімет, менің ойымша, жаңа үкімет те, облыс әкімдері де өздерінің бір еркіндігі болу керек жұмыске. Егер заң бұзсаң, соттайды әрине. Еркіндігі бар ма? Тағы да Тоқаев айтты ғой, кейбір әкімдер батыл шешім қабылдауға қорқады деп. Еркіндігі бар, бірақ та сол еркіндікті пайдалануға дайын әкімдер жоқ. Әкімдердің көбі қорқақ, шынында да, қорқақ. Біріншіден. Сондықтан егер халықтың арасынан шыққан әкімдер болса, халық сайлаған, ол тағы осыларда бір не айта келейін, еркіндік болу үшін. Кез келген ауданның, ауылдың әкімін халық сайласа, бір 5 адам түсті дейік сайлауға. Соның ішінде біреу өтті. Әр кандидаттың бағдарламасы бар. Ертең сен өзің, мысалы, Алматы қаласының әкім болсаң, 5 адамды жеңіп, сенің бір бағдарламаң болады. Сен соны істеуге мәжбүрсің. Сенен талап етеді. Ал сол бағдарламаны орындау үшін сен команда жинайсың. Сен уже мына қазіргі отырғандардың бәрін ауыстырасың. Өйткені сенің халық сенің отырған ана бөлім басшысынан, департамент басшысынан жай сотрудниктен сұрамайды, сенен сұрайды. Халық саған дауыс берді. Сондықтан сен өзіңнің командаңдағы қала әкімшілдегі адамдардың білікті, білімді болғанын қалайсың. Өзің бағдарламаң іске асу үшін. Сол кезде өзгереді. Ал қазір мыналар тағайындалған болғаннан кейін бұларға бәрібір әкім келеді, аппарат ауыспайды. 20 жылдан отыр. Сондықтан өйткені ол халыққа уәде берген жоқ Досаев. Ешкімге еш нәрсе. Халықтың қолында емес Досаевты алып тастау. Ана күні айтты ғой, ана халықпен кездесу болғанда бір адам айтып еді, сіз немене отырсыз, біз қаламаймыз десе, Досаев оған жауап берді ғой. Енді мені тағайындаған адам бар, ол шешеді деп, сіз емес деп. Дұрыс қой. Онда демек халыққа бетіне күліп отыр. Күліп отыр. Өйткені оның бүгінгі положение дейді ғой, бүгінгі жағдай сол. Халық сайлаған жоқ. Сондықтан да мынау жаңағы аудан қала әкімдерін халық сайласын деген шешім заңы өте орынды. Заңды 1 қаңтардан күшіне енді ғой. Енді сол заңды, енді таяу арада келесі жылдан бастап бәрі басталады ғой. Соған халық дайын болу керек. Ол тек қана халық емес, кандидат дайын болу керек. Ең негізі. Мысалы, түптің түбіне 4 жылға тағайындалған Досаев 4 жыл отырсын дейік. Бәрібір срогы бітеді, келесі әкім сайланады ғой. Сол Досаевтың орнына отырам деген тұлға болса, Алматыда адам болса, менің әңгімемді тыңдап, бүгіннен бастап кірісу керек. Бүгіннен бастап ол Алматы халқы танитындай. Пиғылы қандай? Кімнің? Сізді тыңдап дайындалған үміткердің. Енді әкім болып, ертең миллионер болып ана Байбек сияқты кетіп қалам ба деп шетелге? Жоқ, ол үшін әрине рухани бай, ұлтшыл азамат керек билікке. Мысалы, мен қазір әр жексенбіде Алматының студенттерін жинап кездесу жасап жүрмін. Әр түрлі оқу орындарынан келеді, мен оларға айтам, сендер мүмкін алтын медалға бітірдіңдер мектепті. Мынау институт қызыл дипломға бітірулері мүмкін. Кез келген мамандықты аласыңдар, кез келген қызметке тұрасыңдар. Бірақ онда барғанда, қызметке тұрғанда, сен қалтаңды ойлайсың ба, халықтыңды ойлайсың ба?
Себебі отбасында жаңағындай ұлттық идеология жоқ, ұлттық тәрбие жоқ отбасында, мектепте жоқ, колледждер мен институттарда жоқ. Жоқ бүгінгі таңда, оны бәрі біледі халықтың. Сондықтан жаңағындай Әлихан атамыз кезінде айтты ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп. Алматыда 5-6 диплом бар, ғылым докторы қаптап жүр, бірақ солың қайсының халыққа пайдасы тиіп жатыр. Өз жалақысын алып, атағын шығарып жүргендер көп, айтайын дегенім. Жоқ, сіз кешіріңіз, осы мен келіспей отырмын. Мен тағы талай бір ғылымдармен сұхбат алып отырмын. Олардың орысша айтқанда изобретатель дейді. Патенттері бар, бәрі бар, бірақ өндіріске кіргізейін десе, билік жағынан жол жабық. Бизнес жағынан жол жабық. Ешкім етпейді. Патенті бар. Айтады, сонда мен өз туған еліме пайда етпей, сонда шетелге барайын ба? Шетелге барсам, бай болып кетеді. Сол өте керек нәрселер. Тапқан нелер. Ондай адамдармен мен де кездестім. Жаңа бір сөзіңді айттың, біз әкімдерді ұсынып едік, оны жаңа билік тежеу жасады, тоқтатты дедің. Жалпы мен ойлаймын, Ден Сяопинді мен аламда, мысалға, 20 жыл түрмеде отырған. 20 жылдан кейін билікті алып, Қытайды осы деңгейге көтерген соның саясаты. Бүгін міне Түркияда Стамбулдың мері түрмеге қамалды. Ол Ердоғанның орнына отыратынына мен кәміл сенемін. Жарты жылдан кейін ба, 1 жылдан кейін бұл отырады. Бірақ егер өлтірмесе, ол сондайға барды. Сондықтан да адам дайын болу үшін, билікке жету үшін түрмеге баруға да дайын болу керек. Басқа қиындық көруге де дайын болу керек. Біріншіден, бірақ одан өлмей шығу керек әрине. Жалпы әкем марқұм маған жас кезімде айтатын, ақылды адам мен данышпан адамның айырмашылығы не деп. Сонда адам пенде болғаннан кейін кез келген адам бір қиын ситуацияға түседі екен. Сонда ақылды адам сол ситуациядан жеңіл шығып кетеді екен. Жеңіл шығып кетеді. Ал данышпан адам ондай ситуацияға түспейді. Өйткені данышпан ол 100 жыл бұрынғысын көріп отыр. Сондықтан жаңағы осындай ситуацияға түсіп қалған адамдар, ол жаңа Трамп болсын, бүкіл халық қарсы шығып жатқан басқа болсын, жаңағы ол ақылы жетпей жатыр, содан жылдам шығып кетуге жеңіл. Данышпан болса, ондай ситуацияға түспес деді. Халықтың қарғысына қалмас деді. Бүгінгі халықтың қарғысына қалып жатқан тұлғалар, мемлекет басқарған адамдар, олардың данышпандығы да жоқ, ақыл да жоқ. Бірақ біз 30 жыл кімді Нұрсұлтан Назарбаевты данышпан деп келдік. Көсем, ондай қазақ туған жоқ деп келді. Қанша ағаларымыздан қанша осындай әңгіме естіген кезінде. Даже осы 2005 жылы Нұрсұлтан Назарбаев президентке түсіп жатты. Сол кезде Шымкентте бір кездесуінде бір адам мінбеге шығып айтты. Алла тағала бір ұлтқа дейді, 1000 жылда бір ақылды адам береді екен. Осыдан 1000 жыл бұрын Әл-Фарабиді берді қазаққа, 1000 жылдан кейін сізді берді. Ой Алла. Сонда өзі күліп отыр ана ашуланың орнына. Сонда сіздің қолыңызға Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов су құя алмайды деп отыр ғой. Демек жағымпаздық. Бізді қазақты құртқан жағымпаздық, жемқорлық, жасанды дүние жасайды бәрі. Мынау орысша айтқанда ложная статистика. Ложная статистика, ложные обещания, ложный жеттік. 30 елге, 40-50 елге жеттік, дамыған деді. 30 ел қалды деді. Көрдік қой ковидті, қайда жеткен? Рахат аға, тағы бір сұрақ, біз сұхбатты аяқтау керекпіз. Сіз және жағымпаздықты айттыңыз. Міне соңғы кезде мына желіде Иманғали Тасмағамбетовтің үндеуі тарап кетті. Сонда ол өз атына айтылған неше түрлі, оны Иманғали Нұр Иванғали дейді, ресейшіл дейді, Қазақтан сатып кетті дейді, неше түрлі сөздерге ол жауап берді. Сіз соған қалай сараптама бере аласыз? Немесе мінездеме бере аласыз? Менің ойымша Иманғалидың осы халыққа жасаған мәлімдемесі өміріндегі ең үлкен ақымақтығы. Себебі ол өзінің жасаған қылмысын біледі. Халықтың көп басым көпшілігі жек көретін біледі. Оның кезінде Алматыда бір жазушыларға, әртістерге, біреулерге берген пәтерімен мен қазақтың көсемін деп жүр ғой. Ол дұрыс емес. Оның бірақ билікте болған кезде жасаған қылмысын халық жақсы біледі, сондықтан Иманғалиді жек көреді. Оның Иванғали деп халық нақты қойды атын. Нақты қойды.
сондықтан мен солай деп мен де бағалаймын оны. Но бірақ та енді жалпы менің өз түсінігімде мынау коммунистердің басшылық қызметінде болған, комсомолдың басшылық қызметінде болған адамдардың кемшілігі. Сіз өзіңіз комсомол басқардыңыз. Жоқ, бір жастар одағы деп өзгерді, бірақ мен комсомолда болмаған адам. Ол қоғам өзгергенде болған ұйым ғой. Жалпы жаңағы республикалық деңгейде басқарған адамдар. Таза комсомолдар бар ғой, бұрыннан кесқан. Таза коммунист басшылары, олар біріншіден жағымпаз. Біреу бастыққа жағып арқылы өседі. Екіншіден, олар жемқор, парақор. Олар біреуден бір пара алып, бір нәрсе вопросын, сұрағын шешуге тырысады. Немесе бюджеттен ақша түсу қалай жеуді ойлайды. Ол совет үкіметіне келе жатыр, қазір жалғасып жатыр. Олардың немесі. Ол жағымпаз, жемқор, одан кейін жасанды қылмыс жасайды, жаңағындай қылмыстар жасайды. Осындай кемшіліктері бар олардың. Аға, көпке топырақ шашуға бола ма? Мысалы, білмейміз, біздің әкеміз де коммунист болған, бүкіл елге жұмыс істеген. Мен өзім жас болсам да мына Илийский совхозында комсомол комитет хатшысы болып, менің ойымша үй салдық, жас маман дедік, молодой специалист, үй салдық, стадион салдық, неше түрлі істедік. Мен өзім аямай істедім. Аз істесем де, бір жыл ғана істедім, аямай істедім. Армиядан келдім, хатшы болдым, секретарь комитет комсомол. Пахать еттік қой. Соны кеттім ары қарай оқу кетті. Мен бауырым түсінбедім. Сонда қалай сіз жалпы бүкіл коммунистерге, бүкіл комсомолдарға бүйтіп бәрі жағымпаз, жемқор дейсіз? Жоқ, келіспейсіз бе? Жоқ, бауырым, сен түсінбей қалдың. Мен жалпы комсомолдар өндірісіміз, ауыл шаруашылығы бәрі өркендеген сол коммунистердің арқасы ғой. Енді 30 жылдан кейін соны дәлелдеуге, оған да күш керек, оған азаматтық бір батылдық керек. Иә, сол заманда олар көп жақсылық істеді деп. Мен ана билікті айтпаймын, 37 жыл Алихандар атқан, оны айтпаймын. Жалпы Қазақстанда істеген, осының бәрін экономия өркендеткен, оны дәлелдеу керек қой. Қалай біз ақты қара дейміз? Жақсы, бауырым, түсіндім сені. Сен мені түсінбедің. Мен жалпы Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болған Нұрсұлтан Назарбаевты айтып отырмын, иә? Қазақстан комсомолдар ұйымының бірінші хатшысы болған республика бойынша Тасмағамбетовті айтып отырмын. Мен қарапайым сен сияқты ауылда комсомолды басқарған, басқаны айтып отырған жоқ. Осындай адамдар анандай билікке жету үшін Кремльге жағып, жемқор болып, жағымпазданып жеткен адамдар сол қанда қалды олардың. Мен соларды айтып отырмын, біріншіден. Екіншіден, кезінде мен кеңес үкіметін жамандағанда сол коммунист ағаларым маған қарсы болады, неге солай айтасың деп. Себебі менің әкем 12-ші жылғы, кеңес үкіметі 30-ші жыл орнады. Сол 30-ші жылға дейінгі туған адамдардың әңгімесін бала кезімізде еститінбіз. Жай қарапайым адам, аузың сілекей құрып тыңдайсың. Керемет, ұлағатты әңгіме айтатын. 30-ші жылдан бері адамдардан есі дұрыс әңгіме тыңдай алмайсың. Себебі совет үкіметінің идеологиясында сен ешнәрсені ойлама деді. Сен үшін партия ойлайды, үкімет шешеді. Сондықтан бүкіл кеңес үкіметінде ойсыз, мисыз қалыптасты. Содан Горбачев пен кеңес үкіметін құлатқанда бәленбай миллион коммунист біреу қарсы болмады ғой. Коммунистердің мемлекет құрап жатыр, коммунист үйде ұйықтап жатыр. Мысалы, сондықтан да мен ойлаймын, мына жаңағы оған мысал ретінде Арыстанның баласын 20 жыл хайуанаттар паркіне қамақ қойып, торда ет берсең, ол тышқан ұстап жей алмайды. Шығарып жесең өліп қалады. Біз сондай дәрежеге келдік 90 жыл. Сондықтан совет үкіметінің ең үлкен адамзатқа зияны адамдардың ойлау жүйесін тоқтатып тастады. Ойсыз, мисыз. Қазір мысалы ақсақалдармен бір кездескенде, жай қарапайым адамдармен отырсаң, әңгіме айтады, шопыр болса қай жерде баллон жарылып қалған, шопан болса қай жерде қасқыр шапты, бір нәрсе, түкке тұрғысыз ешқандай тыңдамайтын. Ол аздай. Қазір енді кейінгі жастар жақсы өсіп келе жатыр ғой. Кейінгі жастар ақыл айтады, атасын әжесін. Қазір 10-15-тегі балалар намаз үйреніп ап, 70-тегі аталарын отырғызып қойып, Құран оқып жүр жұма күні. Атасы мен әжесі білмейді Құранды. Немересі үйретіп жатыр. Сондай қоғам қайтадан тәрбиеленді. Содан кейін жалпы халық, соңғы сөзімді айтайын, жалпы халық жастар жаман, басқа деген сияқты бұзылып кетті, шетелге қашады деп сен айтып қалдың. Өткен жазда 9-10 сыныптың балалары 200 бала жиналып, таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін, КВН дейді ғой, сондай дебат.
клубын өткіздік. Соған Азат Перуаш мен қатыстым күні бойы. Сонда алар үкімет оппозиция болып пікір таласты. Біз сондай тартымды болды, бастан аяқ тыңдадық. Қазақ балалар, қазақ мектебінің балалары, қазақ тілінде. Сонда соңында Азат Перуашев Азат Тұрлыбекұлы сөйлегенде айтты, мен 15 жыл парламент отырдым деді. 15 жыл. Өзімнің қасымда отырған адамдардың деңгейін білем деді. Деңгейін. Сіздер деді бала, бүгін апарып қойса, бізден артық жұмыс жасай алатындарға көзім жетті деді. Керемет. Міне, сондай баға берді. Мен де соған көзім жеттім. Сондықтан мен сенемін жастарға алаш туын көтеретін аспанға деп Мағжан атамыз айтып кетті ғой. Сол жастарды мен сол жолы көрдім. Соған тәуба шүкір иншалла дедім. Иә. Рахмет аға сізге. Енді әңгімеміз жақсы болды деп ойлаймын. Енді бүкіл қоғамға да бір ой тудыратын сөз айттыңыз. Негізі ағарту жұмыс, ол қиын жұмыс, бірақ өте иманы бар жұмыс. Әрине. Иә. Сол сізге сәттілік тілеймін аға. Әр ісіңіз сәтті болсын, әр қадамымыз халық үшін болсын. Мен де өзіңе бауырым осы эфирде отырғанда қызметіңе сәттілік тілеймін. Біраз хабарларыңды көріп жүрмін. Халық үшін шырылдап жүрген азаматсың. Бұлай өзіңді талай адам құрметтейді. Сондықтан бүгінгі мына бағыттың енді осы елдің көзін ашып, мынау Шәкәрім атамыз айтқан екен. Адам ақиқатты маңдайында көзімен көрмейді, көкірек көзімен көреді. Екі көзің тас қараңғы болса да, көкірегің ашық болса, сен білесің ненің не екенін. Сондықтан да кейбір адамдардың надандығына за болғанда, бұрын аталарымыз айтатын, көкірегі көр соқыр екен деп. Сондықтан сен сол адамдардың, Қазақстан халқының, әсіресе қазақтардың көкірегін ашып жатырсың. Сол қызметің жемісті болсын. Рахмет. Халықтың құрметіне бөлене бер. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бізді қолдаңыз, лайк қойыңыз, комментарий, өз пікірлерін жазыңыз, және осы сұхбатты белсенді түрде таратыңыз. Осының әңгіме әрбір отбасында, әрбір ұйымда қаралып, талқылансын. Өйткені бұл өте маңызды, әрбір қазақ деген жүрегі соғып тұрған адамға керекті мәселелер. Сау болыңыз, аман болыңыз. Аға, рахмет. Рахмет.